Менің аты жөнім Шамшадинова Анар Амангелдіқызы, Аманат партиясы Маңғыстау облыстық филиалы төрағасының орынбасары қызметін атқарамын. Томирис жобасы туралы өте көп естідім. Менің ойымша өте сәтті шыққан пайдалы жобалардың бірі. Сондықтан да қатысуға ниет еттім. Мен ақынмын, Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесімін. Музарт тобының орындауындағы «Сен келерсің бір күн» әнінің авторымын. 6 жеке кітаптың авторымын, сондай-ақ ақпарат саласының үздігімін. Қазақстан Республикасы Дін істері республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесімін. Қазақстан халқы ассамблеясының Маңғыстау облысы бойынша аналар кеңесінің және журналистер клубының мүшесімін. Жанартау жастар шығармашылығы қоғамдық бірлестігінің төрағасымын және Ақтау қалалық мәслихатының 7-ші шақырылым депутатымын. Қоғамдық жұмыстармен өте ерте айналыстым. 2019 жылы көпбалалы аналардың мәселесіне байланысты құрылған Ақжүніс қоғамдық бірлестігінің төрағасы қызметін атқардым. Бұдан басқа әйелдердің кәсібін дамыту мақсатында бизнес үш күнде жобасының Ақтау қаласы бойынша координаторы болдым. 2024 жылы Атырау және Ақтөбе қалаларында әйелдің қоғамдағы рөлі атты семинар тренингтер жүргіздім. Мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан атты жолдауында кейде нәзік жандылардың тарапынан қоғамдық тәртіпті бұзушылықтың орын алатынын айтты. Яғни бұл өркениетті, мәдениетті мемлекетке жатпайтын қылық. Осы орайда әйелдердің рөлін арттыруға, олардың маңызын көтеруге, әйелдерге арналған семинар тренингтер өткізгім келеді. Жобаға қатысу мен үшін тек зор абырой немесе атақ емес, бұл үлкен жауапкершілік.